Ақшылда азғайынды, күчін ашарық сайын, хайшыл кірбе пөдіролшын, айдол екен алыптығынымағының әкі шардығын тұлдырған. Ерткін шылды, үзінші шардығын. Түнге ерді осырының алдыңарды, түртінже шардығын шатханса хайлап шетіріп берір. В феврале 2017 года многие из вас могли присутствовать на концерте Кучен Айшарах Сайн, который исполнил две части древнейшего традиционного эпоса «Айдолы», записанного от Петра Васильевича Курбежекова. В прошлом году в программе «Тулага» прозвучала третья часть этого эпоса. Сегодня вам будет представлена возможность услышать его четвертую часть продолжительностью 52 минуты. Полный объем эпоса составляет 12 частей, каждая из которых длится от 50 до 62 минут. На сцену приглашаем Кучен Айшарах Сайн. Күннеге мұнда келбеске де болған. Теге арқа жылда бастап шыққанда бұл мұнда тоқысты санығым сыныпты арқыстарым да сетік болыр. Теге жылда көген боладар, пүйіл келгенде сізден шелер білместім, мен зақышым шұғыл за пенсия қаздылар бұл көзірде. Кейіндері пармағанда. Кеже шөлгөсін емездер, көйбі шықты бұл санды школда көстікөс бұл алтының тәлін сүктерін палалар бүйбізін болғандар ескенер. Пазы ерданың салғынды болу салғынды едек анды болуға арақ кәдір келгенер, оға мағат ескенер нымақтардың сүктерін. Төрдінші шардығы айдолы диналықтың нымақтың. Теге шайыр кем болған, ол ескін болар, кем болман мен сақшым пре оңды болса прайып түрчақтығын күстерге шайыр болар. Бір күнге түрчақтары болар. Шелшеле ұйлып келедір, шиіріп басқа жерге түзіп, су басқа суға сабыл барып ысқын, ақсын жайғып одырды ақ ойыттың ақтың тек, айлық жерге сабылып одырыдыр, одына қамжы сауысып күннің жерге халықтып келедір. Айны шик шиыр ағыдан рақалы бысқын, адызының шұқына сабыл басқан ақтың тек, әрлік айны шиыры есінің қалып, әжізінің суынан анып келедір. Қайызы шерді ноосуғда арғызып өзік ақсыны қарықтап көр тапқан алтын тек, көрім қайым арызында шектір ойлан ақ қойыр. Әдік базып арғалы ақсынға сығар өлет келіп, аттың ақсын тоқтадып тартты бұзып, толағызын азынып қарып көр тұрып ысқан алтын тек. Озағызағында арғылы ақсының алтының ізі бұжықмал шөп барып ысқан жадыр. Ағып жатқан ақталай соның қастада бөгімі жоқ шөншіктіп барған. Қадырғын малға от чидіспен жеткінді, халық албатшынға шертарған ақ бол барғанды. Арғылық ақсынға шет келіп сығар ойлан, аттың ақсын тоқтады тартты бұзып, тұлағызын азыны қарап көріп тұрып ысқан, ағалар әле ұлы шел түзіп ерті бізгі. Қиғылы бұзарға одырғыттып сағынғын айдолы, тапса бана
алық кізі илінің жон анда сулығы бысқаннар. Бұрынды барған ханыбыз бегіміз алтын неге оқнанғын болды дейдірді. Ұлық ауының ауын арғызы бөз қақсынға триодыр келген ауының кесті кесінді тұрған кирімсінің ұрты ұлағасы арудыр бары бысқан. Ұлық ауының ұртыды жерді ұлығы базы ұрыны бұжатқайды. Ханың дегінің ебі өсіп анды тұршадыр. Üstün zarkı kırıqdağı bağımdı da şişmedi özünde turşadır toğlusun üz kulaqtır şarıq gögü ortızındağı bağımdı şişmedi özünde toğlusun verem kırın attan toğlusun kan boğdırqat turşadır özün cebinin ağımda at çoqluğun albıdı bastırıp maqıdı şurttırıp rındırlap gögün gögep Жешпеді шейді бағын қазы басқан, айланып ебіріп ақпайдың неге кіра басқан, изін залып изін іскін, менді залып менді лізі біскін, арық зілік алтын арығынды үштіп шады. Изін менді ек бары бысқанда, талын сайбыны бысқын, алтын жардың кестіне одырып, арлы сыйлығы бысқын нәреке қарында. Ыр қызын шағын салып сұлып, шағын қызын рақ салып жоқтызы бысқыныр. Тозықты қарып барғынды, алтын арық, алтын жардың арғылып, айық хамызын жымнақтаны бысқынанда тапсы бысқын. Қадырғын малының әзі, қалқшының қаны бегіп болшақ қайзыңыза дейдірзін. Әдей шоқтынып алтын арық шәжізі, түрдегі тезікті кемнеп берген позы есіктегі орғынға шүліні біскін. Ол қонықты қонып, ол түні бары бысқыннар. Күн қарағызығы, берінің күлік алтын кек шадып, шадығы хан барған, ұзып ұйғызы тозыл барған тұр келген, арлық сілік алтын арық шәжесінің азы су, ұлық шардан дорлын тұр шадыр, арғылынып сілігленіп, алтын аспай кестен елдені біскін. Шәжесі алтын арығдың, аспазын асшып, су базын сұғышы біскін. Алтын арығында жоқтаны бісін. Абба майдолының алып мекке еркім іске түс бірділір. Ары жүнден астың бастарын бірде албиндірілер дейдірді. Тозыпты қарып барғында алтын де қадырғын малының санын алып, қал-қалбат шынға шарғы үлгі салып шұртта басқын.
Айдолайдың алып мәкәке қарындыз, айның шыл-шылының сақ бені рысқындар сағар қол бені оғырынар. Күде іштіп жатқан нарында бір күн ертен айдолай бауыр жазып одыр. Өзі ұғауыл отырып келіп, база қаттып, ара жөнін асты ішіп барадыр, оламақ изіп тұрады. Эде отырған нарында, қайзы қайда жерді жерінің үсті елгіліп, тегір бары сола бұсқан, қаттыр дабыны қатты кіртті, қас қарықты қалып сағбызы сабыл келедір. Ырық естелген атты ұйлағы шағын білдірі біскен, ырық алып сағбызы шағын залғылы біскен. Арғызы без қақсын ғазғар өлет келіп, аттың ақсын тұрады тартты бұзыр, тұлы қызын азынып қарап көріп тұрып ұстын алып көзіп. Алыр әлі, ұлық желдізі берті біскен. Қиғылы бұзырға одыртып сағынын айдолай тапсабаны алып көзі, елінің жылын анды қиғылы біскен. Алып елмес қырдың күлік шақсы жетті дейдірлер. Ауызының кіріп аралы бысқын, айдолайдың ебіне жеткеліп, алтын ешпеді өзінде адын жалға бысқын. Алты тозор астық, алты сілекейдің шумайлап сағын, алты сілекейдің тұдыны, алты тозор асқыс бақтыны, айдолайдың ебіне кірі басқын. Изен залып, изен іскен, енді залып, менді лезін іскен. Изен менді жәлін айдолай, арғызылы жарықтаны менді өкперген жады. Алты тұтыр арағызын алып кізі, шарын азағына шөлі тұрғыз қылы бұлсқын, алты сәлекейдің аспай үстіне салы, үстін зарқы тақтап арып отыры бұсқын. Шарықтан абақайның жақсызы алтын жардың қаттып тартып, адысын қаттып тұрғыз қылы бұсқын. Әзіп жоқ айдолайның әзіргі қауылы болғары бұсқын, анды тапса болыр. Ердің жақсыз алтын жардың кестіне одыр, ас жерге зоғы жерге астамамнам зып көрде едір қады бірген. Алып көзір тұрыш жерініп, беріп, мәлейін тасты бұсқын тақта айлынып, алтын аспай кестіне едені біскен. Ақ базын асшып, сол базын зоғы шебескенер. Шарықтаны оңып сынып оғыдырзы, арғызылы кер жақсының қарымик сағылы еді сықпаған жады. Айдолай ақсы желін сұрғылап оғыдыр. Қайтық жерде жұтты ұзың еркен бейжім, қайтық сұлда сұлы ұзың аттың ежінген бұғын, ады ұзалаңын оғалды. Ал неден ат желі толғып, түйіпеден сырып сыптырып, пырықпа жағын айын құрып барығын ер жақсы болды. Ерінің күрі қандан андырған,